Зейнел Ғаби Иманбаев 1924 жылы 2 қаңтар күні Солтүстік Қазақстан облысы қазіргі Шал Ақын ауданы Ортақкөл ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Баян орта мектебін бітіреді де денсаулығына байланысты әрі қарай оқуын жалғастыра алмайды. Алғашқы өлеңдері облыстық Ленин туы газетінде 1940 жылы жарық көрді. Зейнел Ғаби Иманбаевтың тұңғыш әңгімесі «Қанатты өмір» 1953 жылы Республикалық әдебиет және искусство қазіргі жұлдыз журналына басылды. Содан бастап облыстық, республикалық газет-журналдарда әңгімелері, очерктері, повестері үнемі жарияланып тұрды. Жазушы Зейнел Ғаби Иманбаев 1960 жылдың 22 қарашасында Мәскеудегі жазушылар одағына, кейін Қазақстан жазушылар одағына қабылданды. Ол кісінің әдеби лақабаты Қара жігіт. Зейнел Ғаби Иманбаевтың алғашқы бастама жинағы 1959 жылы жарық көрді. Содан бастап жылма-жыл жинақтары жарық көре бастайды. Әр қаламгер өмір сырына ой көзімен қарап, содан нәтиже шығаратыны белгілі. Ауыл адамдарының тыныс тіршілігін, тылсым табиғат сырын, балалар психологиясын егжей-тегжей зерттей жаза білген Зейнел Ғаби Иманбаевтың тақырыбы шеңбері өте ауқымды. Ол өзінің әңгіме, очерк повестерінде ауыл өмірін, тың және тыңайған жерлерді игеру кезіндегі адамдардың қажырлы еңбегін, ұлы отан соғысы кезіндегі тылдағы ауыртпашылық, әртүрлі мамандық иелерінің ерен еңбегі жайлы сөз қозғайды. Автор сатира жанрында да қалам сілтеген жан. Зейнел Ғаби Иманбаевтың өмірдегі елеусіз құбылыстарды өзіне тартымды әңгіме тудырып, тереңнен ой тойлай білетін, тілге бай, сөзге тапқыр жазушы. Ол балаларға да арнап көптеген әңгіме повестердің авторы. Зейнел Ғаби Иманбаевтың 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы ерлік еңбегі үшін медальмен, Қазақ ССР жоғары советінің грамотасымен, тың жерлерді игергені үшін, ерлік еңбегі үшін, Лениннің туғанына 100 жыл толды толуы құрметіне 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы жеңісінің 30 жылдығы, 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы жеңісінің 40 жылдығы медальдармен марапатталған. Жазушы Зейнел Ғаби Иманбаев 1987 жылдың 17 қазанында Солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауылында пайғамбар жасында дүниеден өтті.